Сәлеметсіз бе достар? Бүгін менде мынандай тема болып тұр. Менің оқушыларыма арналған тема. Тақырып бұл крючокпен тоқудың основной схемаға қарап оқудың түрі. Мен қазір сізге көрсетемін, схема қалай болады және қалай біз белгілейміз. Крючокпен тоқудың өзінің терминдері болады. Біз петля дейміз, соның атаулары болады, столбик дейміз, олардың атаулары болады деген сияқты. Мен енді орысша көп мәлімет болғандықтан мен орысша сізге мәлімет беремін. Тек қана соны қазақшаға аударып. Мысалы, столбик деп кейбіреулер баған деп жатады, мен столбик деп айтамын. Менде қазір мында запись бар кішкене. Бірінші схема оқудың алдында бір қолмен жазылған нем бар, соны қарап жіберейік. Мысалы, мына жерде былай жазылған. Воздушная петля. Біз зат тоқырдың алдында біз обязательно цепочку. Зат тоқудың алдында, мысалы, любой зат тоқудың алдында біз ең бастамасы цепочка из воздушных петель деп аталады. Мына воздушная петля, содан жасаймыз. Содан кейін мына қара точка, ол начало ряда, то есть рядтың басы. Біз петли подъема дейміз, ары қарай кетеміз ғой, кері айналған кез, оның бәрін қазір көрсетемін. Мынау бізде полустолбик, столбик без накида. Полустолбик деген соединительная петля дейді. Бұл біз дөңгелек тоқыған кезде бір-бірін біріктіру, басы мен аяғын біріктіру деген, это у нас столбик, соединительный столбик деп аталады. Столбик без накида ол основной көп нәрсе тоқылатын узор. Столбик с одним накидом, мына жерде егер бір таяқша болса, бұл с одним накидом болады. Егер екеу, үшеу болса, столбик с двумя или с тремя накидами болып келеді. Мынау бізде пышный столбик. Пышный столбик основном біз гүлдер тоқимыз. Два столбика, мысалы, бір точкадан екі петля алып отыр. Столбик аламыз. Бұл бізде қосу, прибавка. И екі столбиктан біреу шығару бізде ол убавка, то есть азайту. Мынандай бізде келген узорлар, бұлар рельефный узор деп аталады. Бұл өзі қазір көрсетемін қалай болатын. Енді крючокты аламыз. Кітапша бізге пока керек емес. Крючогымызды аламыз. Біз қазір бірінші цепочка из воздушных петель жасаймыз. Міне тоқу бастау үшін бізге бірінші петля жасап алу керек. Петляны қалай жасаймыз? Мына кончикті ұстап тұрамыз, аяқ жағын екі саусағымызды айландырамыз. Мынау жіп, мына жерде көріңіз, мына жерге крестик жасадым екеуін. Соңын мына саусақпен ұстап тұрамыз. Міне біздің мына жібіміз, мына біздің бастапқы ары қарай жұмыс істейтін жібіміз мына жіптің артында тұр. Енді бірінші жіптің астына салып, жұмыс істейтін жібімізді шығарамыз астынан. Сосын тартамыз. Мынау біздің бірінші петля. Жіпті қатты тартпаймыз. Петля мына жерден өту керек. Бұлай сырғып жүру керек. Енді мына екі саусақпен мына ұшын ұстап тұрамыз да. Бұлай. Көрдіңіз да, міне. Мына мен жұмыс істейміз. Мына екеумен ұстап тұрамыз. Мына саусақпен біз жіпті тартып отырамыз. Міне. Мен ұстадым. Мына жіппен ұстап тұрмын. Мына жіпті тартып тұрмын. Жұмыс жібімізді. Ақырын айналдырып, крючокты осының астынан шығарамыз. Бұл біздің воздушная петля деп аталады. Воздушная петля. Любой зат тоқырдың алдында, тоқу бастамас бұрын біз осындай цепочка из воздушных петель аламыз. Так, кішкене көрсетіп жіберейін сіздерге. Так, содан кейін крючокпен тоқитын кезде обязательно
жаңағы сан счет тиянақты болыңыздар. Мысалы 10 петляны алсақ, біз до конца сол 10 петляны тоқып шығуымыз керек. Қазір мен санап шығамын. Оны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 петля алдым. Мынау біздің воздушный петли. Енді бізге келесі рядқа көшу үшін біз тағы петля аламыз. Бұл начало ряда. Міне көрдіңіздер, мына қара точка. Начало ряда. Петля подъема дейді. Петля подъема міне. Енді біз мына столбиктің үстінен былай жүріп шығамыз міне. Былай қараған кезде, міне, былай тұрған кезде міне. Міне. Мына петляда міне уже былай тұрамыз міне, қараңыз. Біз қазір кері тоқимыз. 10 петляның үстінде жаңағы біз петля подъема жасадық қой, сол кетеді. Міне мынау біздің 10 петля, мына біреу. 11 петля жаңағы петля подъема соның үстінде тұр. Енді санаймыз. 1 2 3 петляға крючогымызды саламыз да біз столбик без накида тоқимыз. Бұл біздің мынау просто палочка. Тағы да көрсетіп жіберейін. Енді басында көбісі шатасады, түсінбейтін жаңағы жаңадан келген тоқу өнеріне, жаңадан келген кісілерге тағы да көрсетейін. 10 петля, воздушный петля алдық. Біз енді келесі рядқа көшеміз. Келесі ряд бізге былай жүреді. Кері қарай, то есть. Петля подъема жасадық. Келесі рядқа, қатарға көшу үшін бір петля қостық. Бұл петля мына 10 петляның үстіне кетеді. 10 петля тұр, бізге 9 петляға енді 9 петля, если былай санағанда 9 петля, ал егер мына крючоктан санасаңыз 3 петля. 1 2 3 петляға крючогымызды саламыз да. Міне салдық. Мына қолымызбен, саусағымызбен көмектесеміз. Салып, мына крючогымызды былай айналдырамыз. Шығардық. Крючокта 2 петля. Осы екеуін тағы да саусақпен көмектесіп, екеуінен бірақ шығарамыз. Енді келесі петля. Келесісінен крючогымызды саламыз. Келесі петля. Крючогымызды саламыз. Айналдырамыз. Айналдырып шығарып аламыз жібімізді. Енді ары қарай тоқимыз екеуін бірге. Өстіп біз до конца 10 петляны өстіп тоқып шығуымыз қажет. Петляға салдық. Жібімізді іліп алдық та, сол петлядан шығардық. Содан кейін екеуін тоқимыз. Бұл столбик без накида деп аталады. Столбик без накида. Осындай узормен бас киім, кардиган, жаңа көп нәрсе тоқуға болады. Носки тоқсаңыз болады, плед тоқсаңыз болады осы узормен. Осы узор негізі плотный, әдемі көрінеді. Мына менің 9 петлям. Санап шығайық. Мына 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Енді мына 10-шысы. 10-шы. Петля подъема жасаймыз, воздушная. Мына кері бұрамыз. Енді мына жерде бізде мына столбиктің үстінде уже бір воздушный петля тұр. Жаңағы бұл соның бір столбик без накиданың орнына біз бір воздушный петля алдық. Енді мына жерге тоқымаймыз. Келесі петля, міне санаймыз 1 2 3-шіге крючогымызды аламыз. Біз уже мына екеуін көрдіңіздер, екеуіне бірақ саламыз. Мына петляда 2 не бар.
заднее и переднее деген. Біз екеуінен бірақ аламыз. Келесі петля сразу екеуінен бірақ аламыз. Түсінбесеңіз, мынаны бүйтіп разворачивать қарап алсаңыз, мына жерде көрдіңіз, косичка тұр. Өрім сияқты. Сол мына екеуі бір петля. Соған крючогымызды саламыз да, жібімізді шығарамыз. Бұл столбик без накида деген узор. Содан кейін көбісі петля мына жерде шықпай қалады, жоғалтып алады, мысалы азайып атады последний көбіне. Сол кезде міне бір қате. Мына 9-шы петля, 10-шы петляны алға ұмытып кетеді көбісі. Мынау уже шеті. Бұл 10-шы петля. Жаңа біздің петля подъемы, соған іліп аламыз. Сол кезде сіздің жаңағы тоқыған бұйымыңыз түзу болып шығады. Тағы да столбик, воздушная петля подъема деп аталады. Жасаймыз да, қайттан бұрыламыз да, бірінші, екінші, үшінші петляға крючогымыз салып, ары қарай тоқимыз. Енді біз столбик с накидом көрейік. Ол рядқа көшу үшін біз 3 петля аламыз. 3 петля подъема. 1, 2, 3. Неге десеңіз, мына 3 петляның ұзындығы бір столбик накидпен ұзындығы бірге жүреді. Қазір көрсетем. Мына петляда уже үстінде біз 3 петля алдық воздушный. Енді мына жерден 1, 2, 3, 4, 5-ші петляға, мына қараңыздар, крючок ұстап тұрамыз да, жіпті аламыз, накид. Көрдіңіз, накид жасадым. 5-ші петляға салдым. Міне шығардым. Сонда менде крючокта 1, 2, 3 петля тұр. Екеуін бірақ шығарамыз. Потом бірақ шығарамыз. Көрдіңіз, мынау бізді столбик с накидымен 3 петля подъема екеуінің жаңағы биіктігі бірдей. Сол үшін біз 3 петля алдық. Тағы да көрсетейін. Накид в петлю. Жібімізді шығардық петлядан. Бірінші екеуін тоқимыз. Крючокта 2, мынаған тиіспейміз пока. Соң екеуін шығарамыз. Накид. Келесі петляға салдым. Жібімді шығардым. Бірінші екеуін тоқыдым. Содан екеуін тоқыдым. Кезектесіп. Накид. Петляға салдым. Міне, көрдіңіздер ма? Бұл столбик с накидом. Бұл узормен тоже кардиган тоқса болады, кофта, плед, шляпа, шапка тоқи берсе бола береді. Сумка тоқса болады. Жаңағы бесформенный болады, шопперлар. Мына соңғы петля, 9-ші петля. И көбісі тағы да мына 10-ші петляны алмай кетеді, потому что мына жерден көрмейді да петляны ше. Мынаның орындай, осындай іздеп тұрады. А бізге міне мынау. Мына екеуінің, көрдіңіз бе? Мына екеуін бірге аламыз. Накид жасаймыз да, екеуін бірге аламыз. Көрдіңіз бе? Ровный қатар. 10 петля
алдым басында сол 10 петляны тоқып келе жатырмын. Ешқандай петля жоғалтқан жоқпын, қосқан жоқпын. Бұл бізде столбик с накидом деп аталады. Қазір сіздерге мен полустолбик с накидым көрсеткім келіп тұр. Бұл бізде жартылай тоқылады. Міне. Оған біз 3 петля алмаймыз, 2 петля аламыз. Себебі бұл жартылай столбик. 1, 2. Разворачиваем. Енді санаймыз 1, 2, 3, 4-ші петляға накидпен кіргіземіз крючогымызды. Жұмыс жібімізді шығарамыз да, крючокта 1, 2, 3 петля тұрым. Осы үшеуін бірақ шығарамыз. Бұл бізде полустолбик с накидом деп аталады. Накидті ілемізбен, накидпен, крючокты петляға саламыз. Жібімізді шығарамыз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірақ шығарамыз. Бұл жартылай тоқылатын столбик с одним накидом, то есть полустолбик с одним накидом. Тағы да көрсетейін. Үшеуін бірақ шығарамыз. Көрдіңіз бе? Мына екеуінің биіктігі, мынау бізде столбик, полустолбик болса, астындағы столбик накидпен. Екеуінің айырмашылығы қандай? Мынау сәл қысқалау, мынау ұзындау болады. Сол үшін бұны полустолбик деп атайды. Міне 9-ші петля. Енді 10-ші петлямызды, мына басында біз 3 петля алдық қой, 1, 2, 3 петля подъемы, соның 3-шісінен аламыз. Байқап отырғансыз шығар, мына жерге разницасы қандай? Міне мынау бізде столбик с накидом болса, мынау полустолбик с накидом. Разница қандай? Енді бізге столбик с 2 или с 3 накидами деп аталады. Екеуінің принципі бірдей. Мен с 2 көрейін, жасап сізге көрсетіп. Ол үшін бізге 4 петля подъем аламыз. Себебі 2 накид біз тоқимыз. 1 накидпен болған кезде біз 3 петля алдық. Енді тағы 2 накидпен болған үшін біз 3-ке 1-ді қосамыз. 4 петля подъемы аламыз. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем. Міне мынау біздің столбиктің үстінде уже біздің бір столбигіміз бар деп есептейік. Келесі петляның үстінде мынау петля. Келесі столбиктің үстіндегі петля мынау. Осыған біз столбик с 2 накидами жасаймыз. Міне 1 накид, 2 накид. Осы накидтермен крючокты жібімізге петлямызға салдық. Шығардық. Бірінші 1 накидті жібереміз. Екінші накидті жібереміз. Содан основной неміз тоқимыз. Тағы да 1, 2, егер сізде 3 накид болса 3 болады. 4, 5 деп кете береді. Қанша накид жасасаңыздар да узорға байланысты. Мен 1 алдым, енді 2. Келесі петляға мына жерге крючогымыз салдым. 1-ін шығардым. 2-ші накидті шығардым. И основной петляны шығардым. Тағы да 1, 2. Келесі петля. Бірінші накид. 2-ші накид.
шығардым. Көрдіңіз? Бұл енді биік, ұзын тоқылады, бірақ арасы мынандай ашық болады. Бұл сумкаға келеді, кейде бір ажурный заттарға жақсы келеді. Кофта, жилетка, жаздық тоқылатын дүниелерге. Но основной узор жаңағы ең бірінші тоқыған столбик без накида мен столбик с одним накидом. Бұл элементтер тек қана, мына элементтер тек қана ажурный дүние тоқыған кезде ғана қолданасыздар. Біреу, екеу. Біреу, екеу. Соңғымыздың петлямыз мынау 9-шы, соңғы емес 9-шы. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9. Көрдіңіз бе, мына жерде көбісі кері айналып кете береді. Сол кезде біздің неміз азая береді. Азаймас үшін міне мынау біздің, көрдіңіз бе, мынау жаңағы ең басында біз 2 петля алдық қой, подъемы. Біреу, екеу, соның төбесіндегі петляға салып бір столбик с двумя накидами тоқимыз. Сол кезде біздің количествомыз өзгермейді. Көрдіңіздер ме, қандай ерекшелік бар? Мынау и с двумя столбиками, мынау полустолбик, мынау бір накидпен. Мысалы маған тоқуға мынау узор ұнайды. Столбик без накида деген ұнайды. Бұл плотный, тесіктері жоқ. Так, енді сізге не көрсетейін? Енді давайте пышный столбик көрейік. Нет, прибавка, убавка көрейік. Біз мына енді 10 петлямызды қысқартайық. 5-ке қысқартайық. Так. С накидом жасайым. Біреу, екеу, үшеу. Мынаның үстінде бізде петля, мына петляның үстінде, соңғы петляның үстінде уже бізде бір столбик бар деп санаймыз. Келесі петляға накид крючогымыз салдық. Біреу, екеу, накид, қайтадан келесіге. Көрдіңіз бе, мен мына жерде жартылай тоқымадым. До конца шығармадым. Біз потому что қазір убавка жасаймыз. Келесі петляға накидпен үшеуін бірақ шығарам. Тағы да накид, петляға салдым, до конца тоқымадым. Крючокта 2 петля тұр. Осы тұрған сәтте накид аламын да, келесі петляға накид аламын. Сонда менде біреу, екеу, үшеу. Крючокта 3 петля шығардым. Тағы да накид, келесі петля. Біз қазір қысқарту жасап жатырмыз. Біреу, келесіне екеу. Біз убавка. Тағы да көрсетейін. Накид. Петлямды шығардым, накидті. Бір накидті жібердім, тоқып. До конца тоқымаймын. Накид аламын да, қайтадан келесі петляны іліп аламын. Мына жерде уже соңғы петля қалғандықтан мен оны жай столбик с накидым тоқимын. Қарап тұрсаңыз, біздің петлямыз қысқарды. 2 есе қысқарды, көрдіңіз бе? Көрдіңіз бе, мынау былай кетті. Енді біз қазір осыны қайтып қалпына келтіреміз. Қайттан 10 жасаймыз. Мұнда мысалы менде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 5 петля. 10 болған 5 петля. Енді бізге 5-тен тағы 10 жасаймыз. Үш петля подъемы. Міне. Біреу, екеу,
мынаның үстінде уже бір столбик бар. Сол үшін келесі столбик петляға накидпен бір столбик с одним накидом тоқимыз. До конца тоқыдық. Қайтадан столбик аламыз да сол жерге қайтадан тура сондай столбик с накидом жасаймыз. Накид, келесі петля. То есть біз бір точкадан, міне мынау, бір точкадан екеу жасадық. Жаңағы алдыңғы ряд убавка жасадық, біз екеуінен біреу жасадық. Қайтадан 10 петлямыз бізге қайтып қалпымызға келеді. Санаған кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді соңғы петля мына біздің жаңағы 3 петли подъема, соның соңғы петлясы. Көрсеңіз, міне былай. Мына жер убавка болды, мына жер прибавка болды. Енді давайте пышный столбики жасайық. Біз 10 петлямыз қайтып орнына алып келдік. Пока основной узор осы. Столбик без накида, столбик накидом, полустолбик с накидом и столбик с 2 или с 3 накидами деп аталады. Содан кейін прибавка, убавканы сізге көрсеттім. Енді менің осы видеом сізге пайдалы болады деп үміттенемін. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып жіберіңіздер, жауап беруге тырысамын. Сіздерге рахмет, қуаныштымын. Көмегім тисе, қатты қуанамын. Сіздермен болған мен Қорлан. Маған жазылыңыздар, пайдалы тағы да видеолар өте көп болады. Сау, саламатта болып тұрыңыздар.